Қазіргі таңда Атырау облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасымен бірнеше каналдардың өзеннің түп тереңдету жұмыстары орындалуда, жүргізілуде. Оның ішінде Жайық өзені бойынша қазір өздеріңізге мәлім, Жайықтың теңізге құяр сағасын былтыр су тасқынына орай түп тереңдету жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Ол барлығы 10 шақырымды құрайтын түп тереңдету жұмыстарын 7-8 шақырым жұмыстары орындалды. Қазіргі таңда жұмыстар тоқтатылып тұр. Қайтқаннан кейін қайтадан жұмыстар жалғасатын болады. Сонымен қатар Соколок каналына құятын Гогольский деген канал бар. Бұл канал теңізге құяды. Бұл каналда да түп тереңдету жұмыстары жүруде. Бұл каналдың жұмыстары да былтыр басталған болатын. Барлығы 30 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда 14 шақырым түп тереңдету жұмыстары орындалды. Бұл каналдың ені 18 метр, тереңдігі 2 метрді құрайды. Қалаш шегіндегі Жайық өзеніне құятын 3-ші өзек, 6-шы өзек, сонымен қатар Приморский каналы, Зарослый каналында түп тереңдету жұмыстары орындалуда. Бұл жұмыстар, аталған жұмыстар 22-ші жылы басталған болатын. Қазіргі таңда 3-ші, 6-шы өзек бойынша жұмыстар аяқталды. Приморский канал бойынша жұмыстар аяқталды. Зарослый каналы бойынша 2-6 шақырымды құрайтын жұмыстар қалды. Барлығы 50 шақырымды құрайды. Оның ішінде Зарослый каналы 26 шақырым, оның 2-6 шақырым жұмыстар қалды. Бұл жұмыстар өзінің кезегінде биыл аяқталатын болады.